Сәлем, алтыным, жаным, сол қалың қалай, жағдайың жақсы ма? Ең бірінші айта кететін нәрсе, біздің аудио кітапшамызды алғаның үшін саған үлкен рахмет. Бұл аудио кітапшаның мақсаты сенімен бірге жақынырақ танысу, және сенімен бірге сырласып бір әңгіме дүкен құру. Жалпы айтқанда, біздің алтындарға бір қадам жақындау. Енді қазір сен не істеп жатқаныңды білмейміз. Сен мүмкін көңіл күйің бар ма, жоқ па, мүмкін сен қазір ыдыс жуып тұрып тыңдап тұрған шығарсың, немесе автобуста кетіп бара жатып наушникпен тыңдап тұрған шығарсың, немесе машинада шығарсың, немесе бір үйде әшейін отырған шығарсың, немесе қонақта жүрген шығарсың, или үйді пылесостап жүрген шығарсың де. Жарай, барлығы әзіл. Не деген өткір әзіл. Біз жалпы аудио кітапшамызды енді мұңлы қылып емес, кішкене көңілді қылып өтсін деп жатырмыз. Енді мұңымызды айтып бұл жерде жылағаннан гөрі сіздерге өзіміздің секреттерімізбен жыламай-ақ былай бөлісе берсек деп шештік, жалпы айтқан кезде. Кішкене көңілді мотивация беріп деген сияқты. Ал енді ең көп барлығы қойып жүрген сұраққа саған жауап беріп кетейік. Кеттік. Соңына дейін бізбен бірге бол. Бізге көп қойылатын сұрақтардың бірі егіз болған қандай сезім. Енді біз стористерде айтамыз, бірақ енді именно саған жеке айтып көрмеппіз, сол үшін мұқият тыңда. Егіз болған өте күшті сезім. Енді барлық егіздер солай ойлайтын шығар деген ойдамыз. Негізі айтып жеткізе алмаймыз даже сөзбен. Сенің жаныңда бауырың болады, досың болады, мұңдасың, сырласың, даже кейде сенің өзің түсінбей тұрған бір чувство болады, өзің түсінбейтін чувствоны сенің егізің түсініп тұрады, сенде осындай болып жатыр ғой, сен өзіңде байқамай жатсың деген сияқты ше. Енді керемет сезім, былайынша айтқанда сенің кәдімгі жүрегіңнің бір бөлшегі. Мысалы, көп менің өмірімнің мәні, жүрегімнің жартысы деген сияқты сөздерді қыздарына, жігіттеріне, жалпы бауырларына деген сияқты көп айтып жатады, бірақ кәдімгі түпкі мағынасына келген кезде шынымен жүрегіңнің жартысы екенін білесің да, енді ол өте күшті сезім. Сол үшін де шығар көп адамдар негізі егізі жоқтар, мысалы енді егіз емес, болып туған адам көп қой егіздерге қарағанда, сол сияқты егізім болса деп армандайды. Армандаған дұрыс деп ойлаймыз, себебі армандауға тұрарлықтай сезім. Яғни біз бір-бірімізді прям өте қатты жақсы көреміз. Аллаға мың да бір шүкір. Екінші, егіздер ұрысып қала ма, ұрысасыздар ма деген сияқты. Енді бұны бір мұңлы қылып біз ұрысып біраз күн бойы сөйлеспей кеттік деп айтпай-ақ қояйық. Біздікі бір күн бойы сөйлеспей кеткен кезімізде болмаған, даже қатты ұрысасың, ренжісесің, қайттан сөйлесесің. Енді шын айтқан кезде бір жүрекке алатындай нәрсе емес олардың ешқайсысы, себебі біздің бауырлық махаббатымыз одан басымырақ болып тұрады да. Бізде енді ұрыстар болды, бірақ біз бір-бірімізге барынша жаңағы ауыр тиетіндей сөздер айтпауға тырысамыз, себебі біз өте көңілшек адамдардың қатарындамыз. Гүлвира екеуміз де бірден ренжіп қаламыз, кәдімгі бір-бірімізге кішкене жекіп сөйлесек, немесе бір қойшы деген сияқты сөздердің өзіне кішкене ренжіп қаламыз, себебі бір-бірімізге мүлдем жаңағы грубить етіп сөйлемейміз, былайынша айтқанда. Жалпы ол тек қана егіздердің арасында ғана емес, кез келген адамның арасында сондай болса екен дейміз, себебі адам мен адам бір-бірінің көңіліне қарап сөйлеу керек. Біздегі ұстаным солай. Неге өзіңнің ең жақын адамыңа аузыңа келгенде айта саласың, ал көшедегі адамға жылы сөйлейсің деген сияқты, ол дұрыс емес деп ойлаймыз. Сол үшін де бір-бірімізге барынша жылы сөйлеп жүруге тырысамыз. Мынандай сөз бар ғой негізі, ренжітпеу оңай, бірақ ренжіп қалмау өте қиын дейді да. Сен қанша ренжімеймін десең де, ол еркіңнен тыс бір адамға бір өкпелеп қаласың, ренжіп қаласың, ол саған артық бір ештеңе айтпаса да адам өзінен өзі еркінен тыс ренжіп қалады. Сол үшін барынша ренжітпеуге тырысу керек деп ойлаймыз. Вот біздегі ұстаным сол. Енді келесі сұрақ, ең көп қойылатын сұрақтарды біз алдық. Барынша блогерлікті қанша жастан бастадыңыздар? Біз негізі 17 жастан бастағанбыз. Қазір енді 19-дамыз. 2 жыл болды бастағанымызға. 2 жылда Аллаға шүкір біраз жетістіктерге жеттік деп ойлаймыз. Себебі енді сонша бізді жақсы көретін сен сияқты алтындар өте көп, енді өте күшті сезім. 2 жылдың ішінде енді біраз опыт та жинадық, көптеген бір шытырман оқиғалар да болды, именно осы блогерлік жағынан. Барлығы өте күшті, жаймен опыт жинап келе жатырмыз. Алдағы уақытта да енді күшті нәрселер болады деп ойлаймыз. Егер сен біздің жанымызда болсаң, енді өсе береміз, Алла қаласа. Тек қана барынша жақсы нәрселер түсіруге тырысамыз, барынша пайдалы нәрселер түсіруге тырысамыз. Тек қана сенің
алтындардың жақсылығы үшін. Тағы да ең көп қойылатын сұрақ, енді осы аудио кітапшаны осы сұраққа жауап алу үшін алған шығар негізі көбісі, ойлаймын. Индира Гүлвираның жігіті бар ма, Дархан Дастанмен жүреді ма деген сияқты сұрақтар бар. Қазір енді соған жауап беретін уақыт келді, айтатын уақыт келді. Қанша уақыт бойы сіздерге айтпай жүрдік, енді уақыты келді. Біздің Дархан Дастанмен арамызда негізі ештеңе жоқ, тек қана өте жақын араласып кеттік. Қысқа уақыттың ішінде біздің бір-бірімізді танығанымызға где-то бір 6 ай болды деймін. 6 айдың ішінде енді өте қатты жақын араласып кеттік десек те болады. Бірақ бір жігіт қыз ретінде емес, кәдімгі дос ретінде өте жақсы достармыз. И сондай Дархан Дастан сияқты жігіттермен дос болғанымызға шын айтқанда өте қатты қуанамыз. Сондай достарды біздің өмірімізде жолықтырғанына. Вот сол. Ал енді Дархан Дастаннан бөлек Индира Гүлвираның жігіті бар ма деген сұрақ бар. Мен қазір сөйлеп жатқан Гүлвирамын, егер даусымды ажырата алмасаң саған айта кетейін. Менің жігітім жоқ. Араласып жүрген жігітім де жоқ, жалпы жігіт жоқ менде. Ал Индираға келетін болсақ, Индираның жігіті бар. Ол кім екенін, қандай жігіт екенін барлығын өзі Индира айтып беретін болады. Ал кеттік. Ал бастайық. Жалпы менің жігітпен жүріп бастағаныма бір жылдан асты. Енді Алла қаласа 1,5 жыл, енді мәңгілікке болады деп ойлаймын, Алла қаласа. Жалпы неге 1 жыл бойы айтпай жүрдік? Себебі басында бұл нәрсені керек емес деп ойладық. Және оны ата-анамыз, яғни менің әкем, ағам білмейтін еді, бірақ бірінші сөз салған кезде мен анама айтқан болатынмын. Анам енді ол кісіні өте қатты жақсы көреді, сондықтан яғни оң көзімен қарады ол нәрсеге. Сенімен жігітіммен таныстыра кетейін. Менің жігітім, өзіңде білетін шығарсың, Елхан. Елхан аға, мен әлі де Елхан аға деп айтамын. Бір өзіме қызық, енді жүріп жатқанымызға 1 жылдан асса да аузыма әбден әдет болып қалған Елхан аға деп сөйлеу. Солай айта берейін. Өзіме солай ыңғайлы. Таныстық қалай басталды? Негізі бізде арнайы таныстық болған жоқ. Біз 1-ші курс болып Мұхтар Әуезов атындағы университетке түстік. Театральный мамандығында, театр ұжымында жетекшілік деген. 1-ші курс болып түстік. Бізде үлкен курстар мен төменгі курстардың отношения, яғни бір-біріне деген қарым-қатынасы өте керемет. Бір-бірімізді өте қатты сыйлаймыз. Көрген кезде, университетте көрген кезде бір-бірімізбен амандасып тұрамыз. Және ол кезде біз 1-ші курс болсақ, Елхан аға дәл сол мамандықта 3-ші курс студенті еді. Яғни біз үлкен курстардың барлығын танимыз. Елхан ағаны да дәл солай танитын едік. Яғни ешқандай бір өзгеше бір қарап қалу, өзгеше оған деген ой ешқандай болған жоқ. Басқаларға қалай дәл солай болды басында. Бір күні екеуміз байқап қарасақ, Инстаграмға басқа бір адаммен бірге бір видео жетпей жүрген сияқты болды Гүлвира екеумізге. Тек қана екеуміз түсіретін едік. Ол кезде ешкіммен бірге былай қосылып түсірмейтін едік. Содан 17 жастар труппасы деген бір труппа ашылды. Сол труппаға Гүлвира екеуміз кірдік. Яғни ол жақта біздің мамандықта оқитындардың барлығы спектакль қоюға дайындалады. Сол жерде Елхан аға да бардығын, біз де бардық. Сол жерде танысып, кішкене бір-бірімізбен сөйлесіп солай жүрдік. Бірақ енді ол тағы да бағанағыдай былай ерекше көзқараспен қарап қалу деген нәрсе ешқандай болған жоқ. Сөйтіп бізге жаңағы ұстазымыз өте әдемі болып киініп келіңдер, спектакль болады, сол жерде сендер сол жердегі адамдарға, жаңа көрермендерге қарап келген адамдарды қарсы алып жүресіңдер деп айтты. Біз барлығымыз әдемі болып, боянып, күшті киініп бардық. Ол кезде Елхан аға да енді прям красавчик болып келді. Сонымен біз енді ерте барып қойдық. Именно Елхан аға тағы 1-2 бала ерте барып қойдық та. Сонымен Гүлвира екеумізге бір ой келді. Елхан ағамен бірге бір видео түсірсек деген. Сонымен ол кісіге ұсыныс жасадық. Бір видео түсірсек қалай қарайсыз деп видеоларды көрсетіп, ақылдасып, сонымен бір видео түсірдік. Жалпы ең бірінші нормальный былай сөйлесіп, бір-бірімізбен бірге жұмыс жасаған кезіміз сол болды. Бірге видео түсірдік, одан ары қарай
қалай айтсам болады, бізге бір ұнайтындай қылып түсіп, өзі де сол нәрсеге қызығып, солай бір-бірімізге деген қызығушылық болып кетті. Ол кезде де бір қатты ондай ой болған жоқ. Солай бір-бірімізбен жаңағы күніге видео түсіріп жолығып сөйтіп кеттік. Кейін бізде уже демалыс болды. Біз 1-ші курсты бітірдік, Елхан аға 3-ші курсты бітірді. Мысалға жаздың күні біз уже жолыға бастадық. Себепсіз, просто так жолыға бастадық. Видео түсіруге жолықтық. Ол кезде біз бір-бірімізді қатты танымасақ та, именно видео түсіруге деп бір-бірімізді шақырып, уже WhatsApp арқылы сөйлесіп деген сияқты солай жүрдік. Алдын ала біз бір жарым жылдай араластық. Одан кейін барып бізде отношения басталды. Енді барлығына интересно болып жатқан шығар, кім бірінші ұнатып қалды деген. Енді шынымды айтайын, ең бірінші мен ұнатып қалдым Елхан ағаны. Себебі негізі қазір жігіттердің көбісі кітап оқымайды, көбісі кішкене білімсіздеу болып келеді. Енді болып келеді болғанда қалай, біз танитын жігіттер сол кезде сондай еді. Қазір енді білімді жігіттер өте көп қой, Аллаға шүкір. Мен ол кісіні енді всегда жаңа көңілді әңгімелер айтып жүреді, барлығын күлдіріп жүреді, бірақ енді бір білімді, бір кітап оқитын адам деп мүлдем ойлаған жоқпыз. Бірақ сол жазда ылғи бір-бірімізді күніге көріп жүрген кезде, әр көрген сайын бір жақын сөйлесетін едік те бір-бірімізбен. Сол кезде жаңа оққан кітаптарын айтады, енді өте көп кітап оққан, және ойлайтын ойлары барлығы маған прям өте қатты ұнады. Басқа жігіттерде бір жоқ қасиеттері бар өзінде. Сол себепті былайынша айтқан кезде бірінші ол кісіге сынып қалдым. Енді мен бірінші ұнатып қалсам да оған сезімімді білдірткен жоқпын. Не дегенмен қыз болғаннан кейін бірінші сезім білдірткен біз үшін енді кішкене ерсі көрінетін нәрсе. Сондықтан яғни іштей ұнатып жүре бердім, және ол менімен де Гүлвирамен де прям бірдей араласатын еді. Сондықтан менде ол мені взаимно ұнатпайтын шығар дегенде кішкене ой болды. Сондықтан яғни айтпай өзім іштей жаңағы әр сөзіне тамсанып солай жүруді дұрыс деп санадым. Содан күндері өте берді, біз бір-бірімізбен өте қатты жақсы араластық. Оны уже мен басқа біреу жанына, мысалға басқа бір қыз жанына жақындаса кішкене қызғанып бастадым деген сияқты сондай нәрселер болып кетті. И бір күні Гүлвира менен сұрады, егер де саған осындай Елхан аға менің қызым боласың ба деп сөз сұраса, сен оған қалай қарайтын едің деген маған сондай сұрақ келді. Мен шынымды айтсам, ол кісіні мүлдем олай жасайды, маған сөз салады, немесе мені бір ұнатады деген сияқты ой болмады. Яғни 50-50 болды. Ұнатады деп те ойладым, бірақ ұнатпайды деп те ойладым да ше. Яғни қарындас ретінде көретін шығар дегенде ой болды. Сонымен солай сұрады, менен енді ондай нәрсе ешқашан болмайды, Гүлвира, сен ол жағынан уайымдамай-ақ қой деп айттым Гүлвираға. Сонымен бізде дайындық болып жүрген тұғын, спектакльге дайындалып жүргенбіз, кеш қалып кеттік. Үйге қарай қайтып келе жатқан кезде Елхан ағамен WhatsApp арқылы сөйлесетін едік. Ол басқа жақта бір тойда жүрмін деп айтқан тұғын маған. Сөйтіп келе жатқан кезде алдымыздан, яғни үйге қайтып келе жатқан кезде алдымыздан Елхан аға шықты. Мен түсінбей қалдым, қалай не істеп жүр, тойда жүрмін деген еді ғой деген сияқты бір ойлар болды ішімнен. И барып қасына барып амандассақ, бұрынғыдай сөйлесіп тұрған жоқ, кішкене менен бір ұялып тұр. Менде бір іштей сезім болды, не болып жатыр түсінбедім деген сияқты. Гүлвира да кішкене маған 1-2 күннен бері бір басқаша бір көзқараспен қарап жүрген сияқты болды. Сөйтсем, ол Елхан аға Гүлвираға алдын ала айтып қойған екен. Мен Индираны ұнатып жүрмін, сенің сыңарың маған ұнайды, сенің оған деген көзқарасың қандай деп Гүлвираға айтып қойған екен. Менде прям кейін оны Гүлвира айтып жатыр, сол кезде сезімім өте күшті сезім болды. Сол жерде маған сөз салды, қызым боласың ба деп. Ол енді өте бір керемет сезім болды. Керемет маған сөздер айтты. Алла қаласа мен сені өмірлік жарым қылып алғым келеді, өмір бақи сенімен бірге болғым келеді. Қазір менің қызым боласың ба деген сөз салды. Менде шынымды айтсам мүлдем ондай ой болмады. Кәдімгідей шоковый состояниеде болдым. Енді одан кейін біраз уақыт ойландым, содан кейін мен я деген жауапқа келдім. Ол кісі маған ұнайды, ол да мені ұнатады, ол кісінің бүкіл қылықтары, бүкіл істеген әрекеттері өзіме ұнағаннан кейін қарым қатынасты бастап көрейік деп шештім.
Одан кейін енді Аллаға шүкір, қазір жүріп жүргенімізге 1,5 жылдай болды. Өте керемет. Көбісі Аллаға шүкір бір қызығып қарайтындай жұптардың қатарындамыз. Шынымды айтсам, саған ең бірінші жақын адамдарымыз білгеннен кейін сенімен де осы нәрсемен бөлісейік деп шештік. Себебі сен де біздің жақын адамдарымыздың қатарындасың. Жаным сол алтыным, сондықтан сенімен бөліскенді біз дұрыс деп санадық. Қазір енді Аллаға шүкір, бір-бірімізді танығанымызға 2,5 жылдай болды, ал қарым-қатынастың басталғанына 1 жылдан асты. Аллаға шүкір. Басында енді ең бірінші жүріп бастаған кезде бізде енді Гүлвира екеуміз всегда бір-бірімізбен жүргеннен кейін енді үшінші адам қосылған кезде Гүлвирада андай кішкене қызғаныш деген нәрселер болды. Кішкене қызғанып қалды. Мен онымен жолға шықсам өзі кішкене жалғызсырап қалу деген нәрселер болды. Бірақ енді қазір Гүлвира да оған үйренді, өте қатты жақсы көреді, өте қатты сыйлайды ол кісіні. Ол кісі де Гүлвираны жақсы көреді. Бір-бірімізбен деген қарым-қатынасымыз өте керемет, Аллаға шүкір. Енді алдағы уақытта Алла қаласа, енді Алла қаласа, бұдан кейін де бізбен бірге болсаң, Алла қаласа бақытты сәттерімізді бірге шаңырақ құрғанымызды Алла қаласа көре жатарсың. Сондықтан міндетті түрде бізді бақылап қарап жүр. Қазір енді біздің ата-анамыз барлығы біледі. Біз барлығы білгеннен кейін ғана осы Инстаграмға айтуды шештік. Себебі біздің ата-анамыз ол біздің ең жақын адамдарымыз, және екінші әрине ол сен, алтындар, сіздер. Сондықтан екінші сіздерге айтайық деп шештік. Енді біз өмірлік кішкене құпиямызбен сенімен бөлістік. Тыңдағаныңа үлкен рахмет. Шынымды айтсам, кішкене қобалжып тұрмын. Өте бір бұрынғы кездердің барлығын еске алып, өзімде бір керемет бір сезім болып қалды. Алдағы уақытта тек қана біздің бақытты сәтімізді көресің деген сенімдеміз. Алла қаласа, шынымен сені өте қатты жақсы көреміз. Міндетті түрде бізді қалдырмай қарап жүр. Тек қана бір-біріміздің бақытты сәттерімізді көріп жүрейік. Соңына дейін шыдам білдіріп тыңдағаныңа үлкен рахмет. Сенде де осындай дәл менікіндей керемет бір сезім болсын, керемет махаббат болсын деп тілеймін шын жүректен. Себебі әр адам осындай керемет бақытты болуға лайықты деп білемін өзім. Тыңдағаныңа үлкен рахмет. Сау бол жаным.